Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бастауыш сынып оқушыларына арналған керемет бір ойын түрімен таныстырғым келіп тұр. Ал кеттік. Сізге керегі тек қана осындай парақтар және парақты тақтаға жабыстыратын скотч немесе магнит болса болғаны. Парақты осындай есіктің суреті қылып сызып қоясыз және тақтаға жабыстырып қоясыз. Ішіне әртүрлі суреттерді салып қойсаңыз болады. Мысалы, мен отбасыға байланысты суреттерді салдым. Ата, әже, ана, әке деген сияқты. Ал оның ішіне сіз басқа да суреттерді салуыңызға болады. Мысалы, жануарлардың суреттерін. Және мына жерде балалар есікті ашады. Hello, grandmother. Bye-bye, grandmother деп айтуы керек. Яғни бұл жердегі ойынның мақсаты балаларға есте сақтау қабілетін дамыту, сөйлеу қабілетін дамыту және осы ойында ағылшын тіліне деген қызығушылығын арттыруға болады. Ойын арқылы оқушыларға егер үйрететін болсаңыз, көрнекіліктер арқылы үйрететін болсаңыз, балалар ағылшын тіліне өте қызығып орындайтын болады. Бұл ойынды қазір жаңа оқу жылының бастапқы ойын ретінде ойнатып жерсеңіз болады балаларға. 3-4 сынып балалары уже family тақырыбында ата, әже, ана, әке деген сөздерді олар өте жақсы біледі және жануарлардың аттарын да жақсы біледі. Жануарларға ойнатсаңыз осыны болады. Егер ойнатып жатсаңыз, менің Instagram парақшамды тіркеп сторисіңізге салсаңыз өте қуанышты боламын. Сонымен қатар мен Instagram парақшама тіркеліп алыңыз. Осындай қызықты ойындарды стористеріме де сабақ барысында жүргізіп отырған ойындарымды салып отыратын боламын. Стористерімді көріп отырсаңыздар болады. Видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.